Мегалодонның ізі мен мұхиттың ұлы құпиясы. Ежелгі жыртқыш мегалодонның құпиясын ашу үшін қызықты шытырман оқиғаға баратын арнамызға қош келдіңіз. Біз оның мұхит түбінде қанды ізімен жүріп келе жатқан тарихын зерттейміз. Мегалодон алып қанды акула дүниежүзілік мұхиттарда ұзақ жылдар бойы патшалық етті. Табиғатта бұрын соңды бұдан қорқынышты ештеңе кездеспеген. Қазір алып жыртқыш мегалодон туралы бірнеше қызықты фактілермен танысатын боламыз. Мегалодон үлкен тіршілік иесі болды. Оның ұзындығы шамамен 15-18 метрді құрады. Дегенмен кейбір зерттеушілер тіпті 20 метрге жетуі мүмкін деп болжайды. Бұл мегалодон қазіргі ақ акуладан 2-3 есе үлкен болғанын білдіреді және салмағы 50-ден 100 тоннаға дейін жеткен. Мегалодонның негізгі тағам көзі киттер, ит балықтар және дельфиндер сияқты теңіз сүтқоректілері болды. Аңшылық кезінде мегалодон төменнен жоғары қарай шабуыл жасауға тырысқан. Олар тереңдікте сәті түскенше олжасын ұзақ уақыт бойы күткен. Мегалодонның тістерінің ұзындығы шамамен 15-18 сантиметрден тұратын үлкен тістері болды. Қазіргі таңда тісі 6 сантиметрден аспайтын. Үлкен ақ акуламен салыстырғанда 3 есеге үлкен. Бұл тістердің кең негізі мен өткір жүзі болды. Бұл мегалодонға олжаны оңай ұстап алуға мүмкіндік берді. Мегалодон мұхит тарихындағы ең күшті тістеу иесі деп есептелінеді. Мегалодонның тістері әлі де табылуда және коллекциялық заттар қатарына жатады. Мегалодон әлемнің бүкіл мұхиттарында өмір сүрген. Оның қалдықтары әртүрлі жерлерде, соның ішінде солтүстік және оңтүстік Американың, Еуропаның, Азияның, Африканың және Австралияның жағалауларынан табылды. Жыртқыштың жойылу себебі толық белгісіз. Ғалымдардың мегалодонның жойылуы туралы бірнеше болжамдары бар. Дүниежүзілік мұхиттардың температурасының төмендеуі 15-17 миллион жыл бұрын солтүстік жарты шарда мұз басу және солтүстік және оңтүстік Америка арасындағы теңіз бұғазының жабылуы планетада температураның төмендеуіне әкелді. Бұл жағдайдан алып акулалардың өсу және қоректену орындары да зардап шекті. Миоцен дәуірінің аяғында балин киттерінің көптеген түрлері жойылды. Ал балин киттері мегалодонның негізгі қорек көзі болатын. Тірі қалған кит түрлері тіршілік ету ортасының жағдайына бейімделді. Яғни салқын суларда тіршілік ете алды. Суық суда мекен етпейтін мегалодонға оларда аулау, күніне тонналап жейтін үлкен тәбетті қанағаттандыруы қиындыққа түсті. Мегалодонмен сәтті бәсекелескен жыртқыш сүтқоректілердің пайда болуы, әйгілі топтасып жұмыс істейтін келер киттер. Олар жылдамырақ болды. Олар барлық ірі теңіз жануарларын аулады және өздерінің үлкен жылдамдығы мен ұшқыр тапқырлығының арқасында олар іс жүзінде мінсіз болды. Дәл осындай себептермен мегалодон біздермен қоштасуға мәжбүр болды. Кете берейін мен достар, мен кете берейін. Лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпайын. Алда талай қызық болады.